бала өмір сүріпті. Олардың әрқайсысының арманы бөлек еді. Бірі компьютердің тілімен сөйлескісі келді. Енді бірі болашақ үйлерді ақылды етуді қиялдады. Бірі өзінің дәмімен адамдардың жүрегіне жол табуды армандады. Олар әр кеш сайын еңбектенді, қателесті, құлады, бірақ берілмеді. Бір күні сол еңбектің бәрі ақталды. Жас Skills Қазақстан 2025 байқауында олар өз өнерлерін жоғарғы деңгейде көрсетті. Және де бірі жеңіс тұғырына шықты, бірі жаңа достар тапты. Ал бірі армандарын одан да биік етті. Міне бүгін біз сол жеңіс жолын жүріп өткен оқушылармен сырласамыз. Олардың әңгімелері бізге шабыт береді, ой салады, күлкі сыйлайды деген үміттеміз. Армысыз көрермен, бүгін біз ерекше қуанышпен жиналып отырмыз. Жас Skills Қазақстан 2025 республикалық байқауында өз өнерлерін көрсетіп, кәсіби шеберлік байқауда озық шыққан қонақтарымыз келіп отыр. Бүгінгі подкастымыздың тақырыбы да осыған сай жеңіс жолындағы әңгімелер. Ендеше бүгінгі қонаққа келген жас қаһармандармен жақынырақ танысайық Дидар. Жақсы, достар, өздеріңізді таныстырып, білім ордаларыңызды және сіздерге ерекше шабыт сыйлап, осы үлкен жолда сіздерге қолдау көрсеткен ұстаздарыңыз туралы айтып өтсеңіздер. Мен атым Орынбасар Айбек. Мен 290 мектепте оқимын. 10-шы сыныбым. Және мен алып кеткен жобаға дайындаған жетекшім өзіміз ағай болып айта алады. Есімі өзіміз ағай? Өтеміз ағай. Жақсы. Сіз қай бағыт бойынша? Мен өз бағытым бойынша грантыны көрсетіп өтсеңіз. Ақылды үй тапсырмасы бойынша екінші орын алдым. Рахмет. Сәлеметсіздер, мен аты-жөнім Темірбай Айылым. Мен осы республикалық жас Skills байқауында 3-ші орын иелендім. Байзақ Мыңбаев атындағы номер 278-ші мектеп-лицейдің 9-шы сынып оқушысымын. Жетекшіңіз кім? Жетекшім Жүнісова Әлия апай. Жақсы. Сіз қай бағыт бойынша орындалдыңыз? Аспазшы бойынша. Рахмет, өте жақсы. Саламатсыздар ма? Шақырғандарыңызға өте рахмет. Мен 3-ші мектеп-лицейдің 10-шы сынып оқушысы Көпенов Дидармын. Мен веб-технологиялар құзыреттілігі бойынша 1-ші орын иегерімін. Ол менің жетекшім Зульфия Төлебаевна, ол информатика пәні мұғалімі. Шақырғандарыңызға рахмет. Өте керемет, Дидар. Енді алғашқы сұрақ барлықтарыңызға ортақ сұрақ болсын. Осы сіздерді жеңіске жеткізген басты қасиеттеріңіз қандай қасиеттер деп ойлайсыздар? Ең қызық жолым бұл робототехника өнудің шығару. Мен өзім оған талпындым. Жақсы, рахмет. Арайлым өзің? Бұл жеңіске жетелеген ең басты қасиет менің ойымша аспаздыққа деген сүйіспеншілік. Тамақ дайындау жай ғана хобби емес, бір шабытқа жетелейтін өнер, шабыт беретін өнер. Оған басты рөл атқаратын ұқыптылық пен шыдамдылық. Тамаша. Менің ойымша бұл жетістікке жетудің мақсаты ол табандылық пен еңбек, және де көп жылдық тәжірибе. Мен осы 1 жыл көлемінде өзімнің осы саламды тауып, технологиялар саласын соған қарай жұмыс жасадым. Үйден шықпай, бөлмеден шықпай өзімнің ноутбугымның алдында отырдым. Сол еңбектің жемісі деп ойлаймын. Керемет. Жақсы, рахмет. Енді достар, осы жеңіс, еңбек, ізденіс жолында бізде үлкен қиыншылықтар кездесті. Осы қиын жолда түсінбеушіліктер немесе қолды бір сілтеп қоя берші, тасташы, мен берілдім деп айтатындай бір сезім, сондай бір қиын уақыттар кездесті ме? Осындай болды. Мен өзімді жаман сезіндім. Айтқанда бұяқта өзіңнің готовый проектін егін әкеме құрайсың, бұяқта кроковин дайын тұрады, үйдегі дегеннен планды өзімді сезіндім, бірақ ағай айтты, ол оп-оңайырақ болады деп шығарылды. Әрине қиындықтар болды, уақыт жетпеді, тағам дұрыс шықпады, бірақ та егер де тырыссаң, нәтиже шығады деген оймен ары қарай кеттім. Менің ойымша қиындық барлықтан да болады. Ол қиындықты игере білу оның өзі бір еңбек деп білемін. Сондықтан
Менің жолымда өте көп қиыншылықтар болды, бірақ осы ешқалай берілмеудің арқасында, ешқалай қолымды сілтемеудің арқасында осындай дәрежеге жеттім деп ойлаймын. Табанды керемет. Келесі сұрақ Дидар, өзіңе осы веб технологияларында үздік шықтыңыз, иә? Айтыңызшы, егер сайт емес, мультфильм кейіпкерін кодтау керек болса, сіз өзіңізді қандай кейіпкер ретінде көрер едіңіз? Мен жалпы кішкентай көріп қандай екен мультфильм бар. Сол мультфильм өте қатты қызықты. Ол кішкентай кезінен бастап ештеңе икемсіз өсті. Соның кезінде ол өзінің төмендетті. Соның бірақ бір сәтте ол өзінің еңбегінің табандылығының арқасында үлкен дәрежеге жетті. Мен сол кейіпкер өзімді сол кейіпкер ретінде санаймын. Болашақта үлкен жетістіктердің басын игеремін деп ойлаймын. Бір жағынан оның жетекшісі де талдау болды, иә? Жақсы, рахмет. Айбек, сіз ақылды үй технологияларында екінші орын иелендіңіз, иә? Жалпы осылай жетістікке жеттіңіз, ал егер сізге ақылды үй емес, мектеп ойлап табу керек болса, сіз оған қандай функция қосар едіңіз? Мен біріншіде есікке кіріп жатқанда оқушылардың беттерін присоединить сканер етіп есік ашылып қоятын. Екіншісінде мен физика, химия және басқа кабинет пәндерінде аға немесе абайлардың отпечатки пальцев немесе произойди тіркейтін көп жүрмін. Егер оқушылар 5 немесе одан да кішілері кіріп кетсе, бұл жақта лабораторияны бұзып немесе өзінен жарақат алуы мүмкін. Және камераға ИИ тіркейтін, бұл жақта егер оқушы сабақ басталып жатқанда коридорда жүріп жатса, неге деген сияқты сұрақ болады. Оның орнына искусственный интеллект ағайға немесе апайға хаттама жіберіледі. Оқушының сынақта жүреді. Тамаша, жаңағы қауіпсіздік қол жерде, ең бірінші мақсат. Өте жақсы. Келесі сұрақ Арайлым өзіңе. Енді осы аспаздық өнерден жүлде алып отырсың, Арайлым. Егер осы сыныптастарың өтініш айтса, бізге де бір дәмді тағам пісіріп берсең деген өтініш болса, сен оларға қандай тағам пісірер едің? Мен ол кезде сыныптастарға мүмкін көп қабатты пицца пісірер едім, ұсынар едім. Яғни ол қабаттарда мүмкін әртүрлі қабатта әртүрлі дәм мен әртүрлі түс болар еді. Мысалы, бірінші қабатта мүмкін ірімшік, келесі басқа қабатында, бір қабатында ет, бір қабатында мүмкін көкөністер, және де егер де жасанды интеллект арқылы болса, ол бір қабатта сол қабаттар арқылы және де қасиеттер болса, ол тағамды жеу арқылы тәттілігін сезе қоймай, қасиеттері де сол бойына сіңіріп. Тамаша. Егер тағам жеу арқылы бойымызға жақсы қасиеттер сіңіретін болса, ол тіпті керемет идея. Жақсы, өте керемет жауаптар. Енді осы ауыр жолды жүріп өткеннен кейін, жеңіске жеткеннен кейін жеңістің сезімі, жеңістің дәмі бір бөлек. Осы жеңістен кейін сіздерде бір өзіңізді жұлдыз секілді сезіну немесе мақтаныш секілді сезімдер кездесті ме? Ондай сезім кездесті дегенде мен қайта айтқанда ағай бүкіл мектептілер, ағайлар кездесіп күтіп алды бізді. Сондықтан сезім болды. Тамаша. Жоқ, өзімде жұлдыз сезімдерім. Барлығы құттықтап, мұғалімдер құттықтаған, менің көңілімді көтереді. Бірақ менің мақсатым қарапайым қалыпта қалып, әрі қарай еңбектенемін. Негізі жалпы жұлдыз сөзі өзім қатты жаға бермейтін сөз. Барынша қарапайым ұстануға тырысамын. Және де күтіп алған кезде барлық туысқандарым келді, оларға да айттым, ештеңе керек емес деп. Сонда да сыйлықтарын беріп мәз болып жатыр. Барлығына рахмет. Жалпы жұлдыз болсам, жоқ өзім ойламаймын. Барынша қарапайым болып ұстануға тырысамын. Жалпы өмірлік ұстаным сол деп білемін. Өйткені қанша уақытта адам жаңғайсын кетсе де, ол үлкен қолға жетіп келеді, үлкен жеңіліске алып келеді деген ойлаймын. Дұрыс. Жаңағы бидай басын көтерген сайын ішінде дәні болмайды ғой. Бүгінгі кейіпкерлеріміздің барлығы қарапайым екен, тамаша. Енді бір соңғы сұрақ, сіздерге ортақ сұрақ қояйын.
осы сіздердің жеңістеріңіз туралы фильм түсірілетін болса, бұл фильмнің атауы қандай болар еді? Мен Киберлайф немесе Smart Life деп атар едім. Тамаша. Мен мүмкін алғашқы қадам деп атар едім. Себебі 3-ші орын бұл бір жетістікке жетер жолдың бір баспалдағы секілді. Әрі қарай биік белестерге бағындырамын. Тамаша. Менің ойымша үздік алгоритм деген өте сәйкес деп ойлаймын, өйткені әр компьютер өзінің белгілі бір мақсатын алгоритм арқылы орындайды, дәл солай мен де өзім жетістікке деген алгоритмді құрып дәл солай жеттім деген ойдамын. Тамаша. Керемет жауаптар еді. Жақсы, қымбатты шәкірттер, біз осы сіздерге қарап болашақтың қандай жарқын екенін көріп отырмыз. Біздің подкастымызды көрген көрермендер де сіздердің әңгімелеріңізден шабыт алады, ой алады деген ойдамыз. Енді осы подкастты тек сұхбат ретінде ғана өткізіп қоймай, біз шағын ойын түрінде аяқтасақ деген бір ниетіміз бар еді. Жақсы достар, біз подкастты аяқтамас бұрын сіздермен кішігірім ойын ойнасақ, қарсы емессіздер ғой? Алғашқы ойынды мен бастаймын, Дидар. Жалпы мен қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі ретінде ғана емес, сіздер білесіздер, биыл біз қазақтың бас ақыны, ұлы ақын Абай Құнанбайұлының 180 жылдық мерейтойын тойлаудамыз. Енді сол негізде сізге тапсырма дайындап келдім. Сіздер енді күнделікті өмірде өздеріңіздің араларыңызда сезімдеріңізді, көңіл күйлеріңізді жеткізуде эмоцияларды пайдаланасыздар ғой. Енді сол эмоциялар арқылы Абайдың өлеңдерін табуға болады ма, тақырып ретінде соны көрейік. Сіздерге қазір мен эмоциялар жасырамын, көрсетемін. Сіздер Абайдың қай өлеңі екенін соны тауып көріңіздер. Өте жақсы. Қалай басталады мен? Ақ киімді, денелі, ақсақалды, жақсы, тамаша. Келесі. Сол қаптай аспан. Қай өлең? Көз болып, дымқыл тұман, жерді басқан. Қай мезгіл? Күз. Абайдың 4 мезгілге байланысты өлеңдері бар. Күз деген өлеңі. Енді мынау өлеңді бәріміз білетін шығамыз. Көзге байланысты әні бар. Абай атамыздың алғашқы махаббатын алып шығарған әні. Көпшілікке үлгі. Махаббат туралы. Махаббат емес, ішінде дана басталған өлең. Көз, қара. Және бұл ән. Ән. Көзім Қарасып. Қалай білмейміз әнді. Жақсы. Тағы бір ән сондай. Желсіз түнде жарық. Тамаша. керемет. Желсіз түнде жарық. Келесі өлең. Сегіз аяқ. Сегіз аяқ. Тамаша. Соңғы өлеңі қалды. Дұрыс. Алып таппай, мақтанба. Тамаша, керемет. Тамаша, керемет. Ал енді мен ойнатып көрейін сіздерге. Ағылшын тілі бүгінгі заманның ең кең қолданысқа тараған тіл. Енді қарайтын болсақ, ол тіл бізде мәдениеттің де, білімнің де қайнар көзі болып жатыр. Әрбір жас оны меңгеріп, өмірден өз орнын табу керек деп ойлаймын. Және де сіздердің осы тілдегі білім деңгейлеріңізді тексеру мақсатында біз кішігірім ойын ұйымдастырдық. Ол ойынның аты Guess the Phrase. Яғни бұл ойынның шарты парақтарға, қазір мен сіздерге парақтарды көрсетемін, сол жақтағы жасырылған фразаны немесе жасырылған сөзді табуларыңыз керек. Ең басты шарт жауапты кезекпен, шапшаң әрі дұрыс жауап беру керек. Жақсы? Бұл жерде қандай сөз жазылды деп ойлайсыздар? Инженер. Керемет. Жақсы айтамыз, дұрыс айтамыз.
комфорт қылды. Жақсы, мына жерде ше, қиынырақ. Excuse me. Керемет. Кемет. Жүріп. Жүрек. Мына жерде әріптерді қарасақ, сынған. Сынып жүріп. Ағылшынша Broken. broken. Иә? Broken. Жақсы. Бұл одан да қиынырақ. Кәнеки тыңдап алайық. Немен байланысты? Дәл өзім. Түсініспеушілік. Түсінбедім. Мен сізді түсінбедім деген. Мен түсінбей тұрмын. Бұл miss деген сөзі студ деген сөздің астында тұр. Ағылшын тілінде miss understood, иә? Керемет. Мына жақта. Әр парақ сайын ойын күрделеніп жатыр, иә? Алфавитте бір әріп жетіспейді. Сидан кейін, одан кейін. Сидан кейін қандай әріп? T-U-B, иә? U деген әріп. Енді бұл жердегі сөз miss you, яғни сені сағынамын. Жақсы, құрметті оқушылар, ойынға қатысқандарыңыз үшін рахмет. Қызық болды деп ойлаймын. Сергіту ойын болды деп ойлаймын. Жақсы, енді подкастымыз өз мәресіне жетіп қалды. Бүгін біз осы жеңіс жолында өздерінің әңгімелерімен бөліскен оқушылармен сырластық. Бір ұғынатын нәрсе, жеңіске жетудің басты мақсаты ол еңбек, табандылық. Рахмет сіздерге. Және де ешкім бірден биіктен табылмайды. Ешкім жеңімпаз болып келмейді. Барлығымыз қадам сайын қиналғанбыз. Одан кейін күн сайын бізге іздену керек. Жалпы бізге кездескен қиындықтар ол бізге тоқтау емес, ол біздің жеңіске деген жаңа мүмкіндік. Дидар, дұрыс айтасың, бағана Арай өзінің бір сөзінде айтты. Бұл менің алғашқы жеңісім және 3-ші орын, бұл мен шектелмеймін. Бұл тек баспалдағы ғана деді. Сіздердің бұл жеңістеріңіз үлкен арманға апаратын жолдың тек алғашқы баспалдағы деп сенейік. Сіздерге алдағы уақытта үлкен шығармашылық табыстар тілейміз. Бұдан да биік белестерден көріне беріңіздер деген ниетіміз бар, тілегіміз бар, Дидар. Жеңіс жолы әркімнің өз қолында. Жаңа Дидар айтқандай, бізде өзімізде алгоритм болады, және де сол арқылы жеңіске жетеміз. Тек осы жолда бізге батыл болу керек. Және бізге шабыт сыйлаған сіздерге мен қонақтарымызға үлкен рахмет. Олай болса, Олай болса, жаңа биіктерге жолыққанша.